ChatGPT көбінесе соны дайындау үшін нейронканы не үшін оған не керек, GPU керек, сол график карта. Ал DeepSeek'қа ол ең басын шығарған кезде DeepSeek'қа ондай керек емес. DeepSeek'қа CPU да жетеді. CPU компьютер процессинг юнит обычный. Оны көп компания шығарылады, көрдіңіз бе? Сондықтан да DeepSeek'ті ең бірінші шығарған кезде, оны қолданған кезде, сол кезде Nvidia'ның акциясы құлады ғой, көрдіңіз бе? Сол кезде егер қателеспесем 500 миллиард па жоғалтты. Үлкен осындай тех гиганттар 500 миллиард жоғалтты. Өйткені егер DeepSeek сияқты жеңіл генеративті дейді. Генеративті деген ол ChatGPT сияқты. Мысалы сіз оны сұрайсыз, ол генерация жасайды, көрдіңіз бе? Жасап сізге лақтырады. Ол генеративті AI дейді. Сол генеративті AI-дың арқасында енді олар енді үлкен өнім көріп отырды ғой. Енді графикалық карта керек емес дегенде көрсетті. DeepSeek сөйтіп көрсетті. Ол жеңіл, ол генеративті AI керек емес. Обычный CPU-мен қолдана бересіз. Сондықтан да бұл өте маңызды.